Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз театр түрлі өнердің бастауы. Бұл тақырыпты сіздер қалай түсінесіздер? Театр түрлі өнердің бастауы дейді. Яғни театрға барсаңыз, түрлі өнеріңіз, түрлі қырыңыздан ашылуыңыз мүмкін дейді. Жалпы өнер дегеніміз не? Қандай өнер түрлерін білеміз? Есімізге түсіріп көрейікші. Мысалы, Ахмет Байтұрсынов атамыз өзінің әдебиеттанытқыш еңбегінде өнерді 5 түрге бөліп қарастырады. Біріншісі сәулет өнері, яғни архитектура, яғни құрылыс. Екіншісі ол сымбат өнері, скульптура, яғни мүсін жасау. Үшінші өнердің түрі бұл кескін өнері, яғни сурет салу. Төртінші өнер әуез өнері, яғни музыка дейді. Ал бесінші өнер ретінде әдебиетті сөз өнерін келтіреді. Енді бұдан басқа да тағы да өнер түрлері бар, естеріңізге түсіріп көріңіздер. Енді театр түрлі өнердің бастауы дейді. Осыған сіздер келісесіздер ме? Неліктен театр түрлі өнердің бастауы дейді? Ойланып көрейікші. Өйткені театрда түрлі қойылымдар қойылады. Әртүрлі жанрда, мысалға драма, комедия, немесе музыканың сүйемелдеуімен, әннің сүйемелдеуімен әртүрлі қойылымдар болып жатады. Сол театрға барып, сол көріністі көрген көрермендер одан шабытталып, әсер алып, сол өнерге қызығушылығы артуы әбден мүмкін. Және өткен сабақтарымызда өтіп кеткенімізде театр адам жанының емшісі, адам жанына тәрбие беретін құрал деп айтсақ та болады. Бірінші тапсырмада 2 мәтін берілген, 2 мәтінді мұқият оқып, олардың тақырыбын, түрін анықтауымыз қажет. Яғни әңгімелеу мәтіні, әлде сипаттау мәтіні, әлде талқылау мәтіні және құрылымдарын салыстыруымыз қажет. Сондықтан мұқият қарап, тыңдап, оқып отырыңыздар. Бірінші мәтін. Ойыншылардың үстел үсті театры. Үстел үстінде қозғалмай тұратын және қозғалған кезде кедергі жасамайтын ойыншықтар, қолдан жасалған заттар пайдаланылады. Үстел үсті суреттер театры. Кейіпкерлер мен декорациялар суреттер. Олардың әрекеттері шектеулі. Кейіпкерлердің көңіл күйі ойнаушының дауыс ырғағымен беріледі. Кейіпкерлер әрекеті барысында пайда болады. Бұл балалардың қызығушылығын туғызады. Стенд кітапша. Бірін-бірі ауыстыратын иллюстрациялардың көмегімен оқиғаны көрсетеді. Жүргізуші стенд кітапшаның парақтарын аударыстыра отырып, оқиғаларды, кездесулерді бейнелейтін түрлі сюжеттерді көрсетеді. Планеллеграф. Суреттер немесе кейіпкерлер экранға шығарылады. Оларды экран мен суреттің артқы жағын жауып тұратын фланель ұстап тұрады. Саусақ театры. Бала атрибуттарды саусақтарына киеді. Сюжеттің орайына қарай мәтінді айта отырып, бір немесе бірнеше саусақтарын қозғап әрекет жасайды. Бибабо театры. Қуыршақтар қолға киіледі. Сұқ саусаққа қуыршақтың басы кигізіледі. Ал бас бармақ пен ортаңғы саусақ қол қызметін атқарады. Көйлек кейіпкердің образына сай болады. Қолғап театры. Кейіпкерлерді биялайлардан, жылқытардан, қолғаптардан жасайды және оны образға сәйкес қажетті детальдармен толықтырады. Көлеңке театры. Ол 3 селдір жұқа қағаздан жасалған экран. Кейіпкерлер мен олардың ту сыртынан түсіп тұратын, соның арқасында кейіпкерлер экранға өз көлеңкелерін түсіре алатын қара түсті жарық көзі қажет. Екінші мәтін. Балалардың ойыны нағыз театр актерлерінің шеберлігінен кем емес. Менің қызым Айғанымның жасы 8-де. Кейде үйде өзі ойлап тапқан шағын сюжеттің кейіпкерлерін жалғыз өзі ойнап шығады. Біресе автобустың жүргізушісі болса, біресе автобусқа мінген әженің рөлін сомдайды. Кейде автобусқа мінемін деп құлап қала жаздаған бала болып жылайды. Әкесінің қалпағын киіп, ойыншық автобусының рөлін ыңырана бұрап, тоқтайтын аялдамаларын тақылдатып айтып бергенде шынайы өмірді шағын ойынында елестете алғанына таң қаласың.
менің орамалымды басына орап, үйдегі оқтауды таяқ етіп таянып, әженің даусын салып, жүргізушіге ұрысқанда дауыс ырғағын дәл келтіргеніне сүйсінесің. Бала болып бақырып жылағанда бір жерін ауыртып алмады ма деп тіксініп қаласың. Енді екі мәтін бойынша сұрақ: мәтіндер кімдерге арналған? Мәтіндердің стилін анықтаңыздар. Екі мәтіннің қандай ерекшелігі бар? Тілдік стилінде, тілдік құрамында қандай өзгерістер бар, айырмашылықтар бар, және авторларына назар аударсаңыздар болады. Бұл мәтіндердің дерек көзін, яғни қайдан алынғанын ойланып көріңіздер. Екінші сұрақ: қандай эмоционалды экспрессивті сөздер бар? Мысал келтіріңіздер, ойланып көріңіздер, қай мәтінде бар екенін. Үшінші сұрақ: балалар ойыны театр актерлерінің шеберлігінен кем емес деген пікірмен келісесіздер ме? Дәлелдер келтіріп, өз пікірлеріңді қорғап шығыңыздар. Одан кейін үшінші тапсырманы орындайық. Жазылым тапсырмасы: берілген үзінділерді оқып, мәтіннің қай түріне жататынын анықтаңдар. Жақсы әртіс болу үшін не істеу керек? Біріншіден, әртіс болу үшін табиғи талант керек. Екіншіден, әртіс өзіне көрермен көзімен қарап үйрену керек. Үшіншіден, киелі сахнаны жаныңмен сезініп, беріліп ойнайсың. Үлкен деңгейге жетіп, халықтың көзайымына айналасың. Қазақстанның халық әртісі Нүкетай Мышбаева. Ғабит Мүсіреповтің «Қыз жібек» қойылымы киім үлгісі мен дәстүрімізден бастап, ата-ана мен бала, қыз бен жігіт арасындағы бүкіл асыл сезімдерді дәріптейтін, отанға деген ерекше махаббатты көрсететін баға жетпес туынды. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Болат Әбділманов. Төртінші тапсырма өте оңай деп ойлаймын. Өз пікірлеріңізді білдіресіздер, шағын эссе секілді. Және бесінші тапсырма мен алтыншы тапсырма өте қызықты. Бесінші тапсырмада былай дейді: Ұлыбритания астанасы Лондонда қойылған алғашқы қазақ пьесасы туралы ізденіп, Дулат Исабековтың шығармасы шетелдіктерді несімен қызықтырды деген сұраққа Попс формуласы арқылы жауап жазыңыздар. Біз Дулат Исабековті қазақ әдебиеті сабағынан білеміз. Естеріңізде болса, әпке драмасының авторы осы Дулат Исабеков. Осы кісінің шығармасы Лондонда қойылған дейді, және қызығушылығын тудырған дейді шетелдіктердің. Осы сұрақтың жауабын ғаламтордан іздеп көріңіздер. Және алтыншы тапсырма: Герценнің театр өмірлік сұрақтарға жауап табатын орын деген пікірін дәлелдеп, осы тақырыптағы мақаланың тезисін жазыңыздар. Сөз саны 80-100. Жай сөйлемнің құрылымдық түрлерін анықтаңдар. Герценнің бізге сөзі берілген, нақыл сөзі: театр өмірлік сұрақтарға жауап табатын орын дейді. Осыған келісесіздер ме? Немесе театр дегенге енді қазіргі таңда мүмкін кинофильм деп алсаңыздар да сіздер үшін түсінікті болады деген ойдамын. Себебі бір-біріне ұқсас туындылар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.